Сенің қамқор ағаң. Хош иіс. Жақын адамыңызбен барынша сыпайы болыңыз. Ол кісі де дәл өзіңіздей өмірді бірінші рет сүріп жатыр. Кейде терең тыныс алып, шығар деміммен ішімдегі барлық нәрседен арылғым келеді. Сөйтіп келесе алатын деммен жақсы көретін жандардың хош иісін жүрегіме жеткізуді қалаймын. Жақсы адамдардың иісі де көңілге дем беріп, жүрекке жайлылық сыйлайды. Кішкене сәби де анасының иісі мұрнына барғанда тыныштық тауып, өзін қауіпсіз сезінеді емес пе? Сол себепті Жақып пайғамбар өзге ұлдары Жүсіптің киімі деп қанды матаны әкеліп бергенде, мен Жүсіп баламның иісін сезіп тұрған жоқпын деген еді. Өзіңізге жақын жандардың өзі ғана емес, иісі де өзіңіз үшін қаншалықты құнды екенін сезініп жатырсыз ба? Бізде кішкентай кезімізде анамыз бір жаққа кетіп, ол кісіні сағынғанда иісі сіңген киімін құшырлана иіскеген емес пе едік? Мүмкін анамыз да бізді оқуға шығарып салып, сарғая сағынғанда үйдегі киімдерімізді көзіне жас алып иіскеген болар. Жақсы адамдар, пікірің әрқашан өз ортаңда қабылданып, қандай жағдай болмасын арқаңнан қағып, көз жасыңды сүртетін жандардың бар екенін, қаншама ауыртпашылық болса да қолыңды бос қайтармайтын біреудің жаныңда жүргенін сезінуден артық нығмет бар ма? Әрқашан сен мен үшін қымбатсың деп сөзбен ғана емес, ісімен көрсете алатын, сенің қуанышыңды өзінікінен алдын қоятын жанмен бірге болудан артық керемет нәрсе жоқ. Жақыным, өзіңді сыйлап қадіріңді білетін жандармен бірге бол. Тек солар ғана нағыз бақыттың нышаны бола алады. Егер бұндай сипаттары бар кісіні кездестірмесең, өзің сол секілді болуға тырыс. Сол кезде өзіңе ұқсас біреуге міндетті түрде жолығасың. Адамдар не дейді? Білесің бе, бірде-бір кісі имам Ахмад ибн Хамбалдан кісілердің мінеу сөзінен қалай құтыламыз деп сұрайды. Сонда Ахмад ибн Хамбал оған: оларға қалағанын бересің де қарымта ештеңе алмайсың. Саған зияны тисе де кесіріңді тигізбейсің. Мұқтаждықтарын өтеп, өз қажетіңді сұрамайсың. Міне сонда ғана олардың әңгімесінен құтыласың деп жауап береді. Ойбай-ау, бұлай жасау қиын ғой деп әлгі кісі күңірене бергенде, Ахмад ибн Хамбал: сөйтсең ғана жаның тыныш болады деп жауап қайырады. Жарқыным, байқайсың ба, біз өзгелерден еш нәрсе дәметпейміз. Талап ететініміз бар болғаны өзгелердің біздің өмірімізге қол сұқпауы ғана. Бірақ бұнда ең қарапайым нәрселер де орындалмай жатады. Адамдар тіпті өз-өзіңмен оңаша қалуға да мұрсат бермейді. Неге екенін білесің бе? Өйткені олар өз өмірлерін сүрудің орнына біздің өмірді сүргісі келеді. Өздерін ұмытып біздің тіршілігімізге араласады. Мұрындарының өз беттерінде екенін ұмытып, біздің өмірімізге тығуға құмартады. Олардың жеке кеңістігімізге кірігіп кеткені сондай, кейде сен: не істесем оларды разы қылам, қайтсем олардың сөзінен құтыламын деген ойларға тап боласың. Жақыным-ау, сен бәрібір олардың көңілінен шыға алмайсың. Егер жұбайыңмен кеңесіп жүрсең, сорлы күйеуінің айтқанын істеп жүр дейді. Кеңеспесең, күйеуінің мойнына шығып алған деп мінейді. Көшеде аунап жатар маскүнем болсаң да, намазын қаза қылмайтын тақуа болсаң да, ондайлар саған ешқашан разы болмайды. Әйтеуір сыртыңнан бір сөз дайындап тұрады. Тіпті бойыңнан кемшілік көрмесе, өздері бір олқылық ойлап тауып жұртқа жаяды. Сондағы қауымның бар жауабы: Луттың отбасын ауыл аймақтарынан қуып шығыңдар. Өйткені олар күнәдан пәк, өте әдепті жандар деу ғана болды. Лут пайғамбар да қауымын туралыққа шақырып, дұрыс бағытқа бастағанда, қауымның оған айтқан сөзі осы еді: оның күнәсіз қасиетінің өзін кінә деп есептеп, жақсылығын бұрыс санаған.
Ал сен болсаң, әлі күнге дейін басқаларды разы қылудың жолын іздеп жүрсің. Қадірлім-ау, ондайлардан құтыла алмайсың. Оларды өз жайына қалдыр да, өз өміріңді өзің сүр. Құлдық, азаттық. Тақуалық дегеніміз еш нәрсеге иелік етпеуің емес, керісінше саған еш нәрсенің иелік етпеуі. Қаншалықты жаратқанға құл бола білсең, соншалықты азат тұлғаға айналасың. Жаратқанға жақсылықтар жасап жақындаған сайын, оның құзырындағы абыройың асқақтап, еркіндік дәмін тата бересің. Ал керісінше, жаратқаннан алыстаған сайын, басқа нәрселерге жақындап, соңында кіріптар болып, құлына айналасың. Біреуге құл болу үшін, оған бас иіп, сәжде етудің қажеті жоқ. Ол үшін сол нәрсеге толық тәуелді болуың жеткілікті. Қазіргі күні өзін атеист санайтын кісілердің өзі шын мәнінде мансапқа, атақ-абыройға, материалдық құндылықтарға сыйынады. Қызығы, адамдар өз мойындарында тұрған қамыттың кеңдігін еркіндік деп ойлайды. Сол үшін адам өзінің құлдық болмысына қайтқан сайын, әзелден бар еркіндік сезіміне бөлене береді. Мысалы, азанша сахаба Біләл ибн Рабахтың өмірін таныған сәтте, оның еркіндік дәмін Әбу Бәкір сатып алып, құлдықтан азат етпей тұрып татқанын байқайсың. Біләл ақиқатты таныған сәтте, рухы, жан дүниесі құлдық құрсауынан шығып, еркін тұлғаға айналып үлгерген еді. Меккелік Умайя ибн Халаф оны шыжыған күнде ыстық құмға жатқызып, қамшының астына алған сәттің өзінде Біләл шіреніп тұрып, ақиқаттан қайтпайтынын айтқан. Умайя оның тәніне иелік етсе де, рухына ие емес еді. Еркіндік дегеніміз өз рухыңа, өз жан дүниеңе, өзіңнің иелік етуің. Жақыным, рухың мен жан дүниеңе өзің ие бол. Аллаға құл болудың шынайы дәмін татқан адам басқа ешкімге құл болмайды. Аллаға құл болу ләззатынан махрұм адам барлық нәрсеге белгілі бір дәрежеде құл болады. Адам баласы кейде өзінің қылауларының, ақшаның, басқа бір адамның қол астына кіруден құтқара алмайды. Өзіне басшы етіп алған осы нәрселерді өмірлерінің төріне шығарады. Оларды бәрінен артық жақсы көріп, барын салып қызмет етеді. Жоғалтып алудан қорқып, оларсыз өмірін елестете алмай қалады. Алайда көбінесе бұл байланыстың соңы депрессиямен аяқталып жатады. Адам табиғатына тән шектен тыс қызығушылық, махаббат, қалау секілді сезімдер адамға ақыретін құтқарсын деп берілген. Ол сезімдер арқылы адам баласы ақыретін оп-оңай құтқара алады. Егер де ол сезімдерді фәни әлем үшін жұмсайтын болса, осы дүниенің де ақыреттің де қызығынан құр қалады. Қорқыныш пен ертеңгі күн туралы уайым адамға қабірден кейінгі өмірді ойлауы үшін, күнәдан және тозақтан алыстауы үшін нәсіп болған. Егер де адам баласы осы сезімді тек осы дүние үшін ғана қолданатын болса, өмір бойы қорқыныштың ішінен шыға алмай кетеді. Махаббат та өте мықты сезім. Ол адамға Алламен байланыс орнату үшін берілген негізгі байлық деп айтуға да болады. Егер адам баласы осы сезімді жаратылыс үшін қолданатын болса, Алламен байланыс орнатуға күші қалмай, өмір бойы қиындықтар ішінде өмір сүреді. Жинау да адамға берілген керемет қасиеттердің бірі. Осы мүмкіндікті тек дүниелік мүлік жинауға жұмсаған адамның ақырет үшін рухани азық жинауына күші жетпейді. Сол жинаған дүниелік байлығы оны тастап кеткенде қайта тұра алмастай жығылады. Қырсықтық та қуатты сезім. Бұл негізінде адамға дұрыс жолдан айырылмау үшін берілген. Қырсықтығын ислам негіздері үшін жұмсаған адамға екі дүниенің де бақыты нәсіп болады. Бұл сезімдер сырттай қатал көрінсе де, оларды жоюға тырыспау керек. Өйткені тұла бойымыздағы сезімдер энергия. Тек оларды дұрыс бағытқа бұрып, негізгі мақсаттары үшін қолдану керек. Арқаңнан қаққанның бәрі қайғысыз емес.
Бір нәрсенің қадірін білетін адам сол нәрседен айырылған адам. Ол менмендікпен қолында барды бағаламай айырылғандықтан махрұмдықты да жақсы түсінеді. Мүмкін саған бір нәрсе берген кісі өз жан дүниесін жоғалтқан нәрсесіне айырбастап алуды қалайтын шығар. Мүмкін сені ынта-шынтасымен сүйген кісі сені сүйгенімдей мені де біреудің қатты сүйгенін қалап едім деп айтқысы келер. Жақыным, сені жұбатқанның бәрі уайым қайғысыз емес. Мүмкін ол кісі жабырқағанда өзін жұбатар біреуге зар болатын шығар. Саған қол ұшын берген кісі де мұқтаж болғаныңда өзіне көмектесер біреуді таппай қалар. Арқаңнан қағып тұрып, үнсіз ғана іштей, мен адамдардың арқасынан қағып демеп жүрмін. Я Алла, өзің де мені демей көр деген болуы да мүмкін. Жарқыным, бұл өмір қатыгез. Әркімнің ешкім білмейтін өз күресі бар. Шынайы боп көрінген күлкілердің артында ауыр, терең жаралар бар. Нығмет соңында махрұмдық бар. Рухтасым, адамдардан ешкімге көрінбейтін нәрселерді де көруді үйрен. Ауру Алланың сыйы. Жаратқан бізге өз сыйлықтарын біз түсінбейтін жолдармен жібергендіктен ойымыз тар, көзқарасымыз шектеулі болғандықтан білмей жатамыз. Қашан түсінігің түзуленіп, әлемге көкірек көзіңмен қарай алсаң, жаратқанның сен үшін өзіңнен гөрі мейірімді, жанашыр екенін байқайсың. Абдулла ибн Аббас шәкірті Ата ибн Абу Рабахтан «Саған жәннаттық әйел жайлы айтайын ба?» деп пайғамбарымыздың басынан өткен мына оқиғасымен бөліскен. Бірде пайғамбарымызға бір әйел кісі келді де: «Уа Алланың елшісі, менің қояншығым ұстап, талып қала беремін. Сонда менің әуретім ашылып қалады. Аллаға мен үшін дұға етсеңіз», деді. Пайғамбарымыз: «Сабыр сақтасаң, саған жұмақ нәсіп болады. Қаласаң, сен үшін Аллаға дұға етіп, шипа сұрайын», деді. Әлгі әйел: «Сабыр сақтаймын, бірақ әуретім ашылып қала береді. Олай болса, әуретім ашылмасын деп Аллаға дұға етіңізші», дейді. Пайғамбарымыз оған дұға етеді. Жақыным, ауру да жаратқан сыйының бірі екен. Алла пендені күнәдан тазартып, кешіру үшін сынайды. Ол кешірімге өзіңнің құлшылық ғибадаттарыңмен жетуің мүмкін емес. Сонда жүрегіңе мейірім орнықтыру үшін сені ауру арқылы сынаққа салады. Көзіңе дүниенің ақиқат бейнесін көрсететін сынаққа түскен сәт өзің үшін ең пайдалы сәттердің бірі екенін білсең ғой. Жаратқан сені өзіңе жақындату үшін бәле жала жібереді. Сен жәннат үшін жаратылған боларсың. Өз ғибадат құлшылығыңмен ондай дәрежеге жете алмайтындықтан Алла тағала сені қиындықтарға кезіктіруі мүмкін. Сен одан ұзақтап бара жатқандықтан сені өзіне қайтару үшін ауыртпашылықтар арттыруы да ғажап емес. Әдістің әдемілігіне назар аударшы. Алла сенің жүрегіңе қалай жол тауып жатыр. Кешігуді күту. Сынақ созылса, бұлқан-талқан болма. Шығар жол таппай, үмітіңді үзбе. Егер олай етсең, жаратқанға бір жарарың үшін ғана сенгендей боп қаласың. Ондайлар жаратқан қалағанын берсе, разы болады да, бермей қойса, лағнет айтады. Жақыным, бәрі жаратқан заңымен жүреді. Әрбір нәрсе біз білмейтін өз уақытында жүзеге асады. Әрбір нәпсіміз қалаған сәтте, орындалмаған істе біз білмейтін жақсылық болары сөзсіз. Жағымсыз жайтқа тап болсаң да, кеудеңді тек тыныштық пен ұстамдылық кернесін. Жақыным, кейде үміттерің орындалмай, қалағандарың кешігіп жатады. Себебі сен әлі оларды алып жүруге дайын емес болуың, не жүрегіңе тек жаратқанға иек арту деген түсінік орнықпаған болуы, я өзіңнің бойыңдағы жаман әдет қылықтан арылмаған болуың мүмкін. Сондықтан да жаратқан әуелі сен тараптан қимыл әрекет болуын қалап, содан кейін сен қалағанды өзі бергісі келген болар.
жаратқан жайлы тек жақсылық ойла. Сараң адам. Баяғыда әжем көзім ұйқыға кеткенше басымнан сипап жататын, әр түні керемет қиссалар айтып беретін. Бірде досынан қарыз сұрап барған бір кісі жайлы аңызға көшті. Біреу досынан қарыз сұрап барса, досы өзінің де жағдайы мәз емес екенін айтып, басқа бір кісіге сілтеп, содан сұрап көр, бір берсе, сол бере алады, дейді. Досы әлгі жанның үйіне қарыз сұрауға келсе, ол кісі ауырып қалған қойын емдеп жатыр екен. Малы көп болса да, бір қойы үшін осынша бәйек боп жатқан бұл мені жарылқайма, нағыз сараң екен деп артқа қайтып кетеді. Досына қайта келіп көргенін айтады. Досы қайта сол адамға сілтейді. Екінші рет келсе, балаларына өздері диірменге тасыған уақытта қаптан түсіп қалған бидай дәндерін теріп келуін, бұйырып жатқанын құлағы шалып, шашылған дәнге бола, осылай тарынған адам нағыз сараңның өзі екен деп, қажетін сұрамай тағы қайтып кетеді. Досына көргенін айтып келгенде, досы қайтадан сол сараң кісіге жұмсайды. Үшінші рет қарыз сұрауға келгенде, қыздарына майдың көп кетпеуі үшін майшамды басып қоюын айтып жатқанын естіп қалады. Шынымен де ол кісіні сараң деген ойға беріліп тұрғанда, әлгі кісі үйінің есігін ашып қалады да, алдында тұрған жігіттің өзін көріп, не мақсатпен келгенін сұрайды. Сонда жігіт былай дейді: шынымды айтайын, қажеттілікпен келіп тұрмын. Досыма барсам, оның да жағдайы менікіндей екен. Көмек береді деп саған сілтеді. Осымен үшінші рет есігіңнің алдына келіп тұрмын. Әуелі келгенімде қойды емдеп жатқаныңды көріп, малы көп бола тұра, бір қойға күні қарап қалғандай, мұныкі не жөн екен деп кеттім. Екінші келгенде балаларыңа бұйырғаныңды естіп, нағыз сараң деп мінеп, кері қайттым. Міне, үшінші келгенімде қыздарыңа айтқаныңды құлағым шалып қалды. 3 рет келдім. Үшеуінде де тек сараңның қылығын жасадың. Не үшін? Сонда тосынан келген қонағына күліп қарап, былай жауап береді: ешкі алдын қуатты еді. Сүтін көп сауып іштік те, әлсіреп аяғында тұра алмайтын халге жетті. Ауырған кезде қарамай қойсақ, нағыз опасыздығымыз емес пе? Ал бидай дәндерін балаларыма тергізгенім, нығметтің қадірін білсін дегенім. Адам берекенің қайсы асында боларын білмейді. Ал қыздарыма айтып жатқаным, оларды тәрбиелеп, үнемділікке үйреткенім. Олар қонақ адамдар, кімге жар боларын білмейсің. Мен тоқ болсам да, барған жері жоқ болуы мүмкін. Сондықтан оларды өмірге дайындағаным ғой. Әлгі қарыз сұрауға барған кісі үй иесінен кешірім сұрайды. Үй иесі оның қажетін шығарып, сұраған қарызын береді. Жақыным, осы ертегіден бұрыннан түсінгенім, тектілікке жеңілдікпен қол жеткізе алмайсың. Әрбір іске сырттай, алыстан баға беруге болмайды. Аңыздағы оқиға назар салшы. Қойға құр қарамаған адам, тірі жан адамна жай қарайды деп ойладың ба? Жақыным, кейбір кішкентай нәрселер үлкен өмірдің қыр-сырын ашып береді. Болмашы деп бағалаған елеусіз нәрселер әп-сәтте елең еткізуі әбден мүмкін. Бірақ сол нәрселерге жақсылап үңіліп, парасат көзімен назар салар болсаң, адамдардың қасындағы нәрселерін жақсы көре алмайтынын түсінесің.